Сәлем. Бүгін біз киттің суретін салатын боламыз. Әлемдегі ең үлкен балықтардың бірі кит екенін сіз білесіз бе? Оның ішінде көк кит. Суреттегідей ең алдымен киттің толғасын, пішінін салып шығамыз. Қарандашты қатты баспаймыз, себебі егер қателік кететін болса, оңай өшіре салуға оңайлау болады. Ізі қалмайды. Салып болғаннан кейін ақырындап гуашты алып, ақшыл түсті көгілдір түсін алып, мұхит түстес қылып, киттің айналасындағы жерлерді бояй бастаймыз. Видеода әрине ол тездетілген, бірақ сіздер асықпай отырып боясаңыздар болады. Теңізді бояп болғаннан кейін, осындай теңіз мұхиттың ішіндегі атмосфераны толығымен суретке беру үшін осындай нүктешелер жасаймыз. Оны әрине қанық көк түспен жасаймыз. Түсінікті деп ойлаймын. Енді киттің өзін бояй бастаймыз. Қанық көк түсті алып, ақырындап суретімізге мәнді түр бере бастаймыз. Егер бояу кезінде қателіктер кетсе, ол ешқандай жаман емес. Қателіктерді дұрыстап жіберуге болады. Оны видеода көре жатарсыздар. Осылай толығымен бояп аламыз. Енді суретіміз қанық, көзге түсерлік болу үшін контур қажет. Жіңішке келген қаламшаны алып, қара түсті гуашпен киттің контурын салып шығуды жөн көрдім. Негізі былай да түсінікті, бірақ контурмен әсерлірек көрінеді. Себебі барлық суретіміз көк тонда болғандықтан контур болғанын дұрыс деп ойлаймын. Ондай контур салатын қолша болмаса, онда фломастермен кепкеннен кейін фломастермен бояп шықсаңыз да болады. Міне жолдастар. Енді соңғы штрихтар. Сурет кепкеннен кейін ақ фломастермен киттің өзіне тән жарқылдарын сала бастадым. Құйрық жағында, үш жағында және де мұрнында, тұмсығында болатын жарқылды салдым. Міне қарап отырсаңыздар, қандай әсерлі, өте әдемі сурет шықты. Бізбен бірге сурет салуды ұсынамын. Сау болыңдар.